Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін 8-ші сынып физика пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. 10 тапсырма берілген, жалпы балл 25. Бірінші тапсырмадан бастап оқимыз. Бос орынға қажетті сөзді таңдап қойыңыз. Электролит арқылы ток өткен кезде электродтардағы заттың бөлініп шығу процесі электролиз деп аталады. В нұсқасы дұрыс. Келесі Эрстедтің тәжірибесіне сай келетін суретті таңдаңыз. Эрстедтің тәжірибесі ол тоғы бар өткізгіштің айналасындағы магнит өрісінің әсерінен магнит тілшесінің ауытқуы, магнит тілшесі көріп тұрмыз. Сонда бізде дұрыс жауап А нұсқасы екен. Суретте электр тізбегі бейнеленген. Мына жерде көріп тұрмыз. Реостаттың белгісі, электр шамы, гальвани элементі. А нұсқасын оқимыз. Берілген электр тізбегінің шартты белгілері арқылы сызып көрсетіңіз. Б нұсқасы сызбаға шамның кернеуін анықтау үшін вольтметрді салып көрсетіңіз дейді. Бірінші сызып алдық, келесі вольтметрді жалғаймыз. Реостаттың белгісі, гальвани элементі, мынау электр шамы. Мына жерде параллель жалғап қойған бұл вольтметр. Яғни шамның кернеуін өлшеуіміз керек. Біз вольтметрді тізбекте кез келген бөлігін кернеуін өлшеуіміз керек болса, сол екі нүктеге параллель жалғаймыз. Бұл жерде бізге шамның кернеуін өлшеу үшін деп тұр. Сондықтан біз сызбаны осылай сызамыз. Төртінші тапсырманы оқимыз. Суретте электр шайнегі көрсетілген. 230 вольт ток көзіне қосылған электр шайнегінің қыздырғышының қуаты 2000 ватт. Ток күшінің шамасын анықтаңыз. Берілген жазып алдық. Бізге кернеу берілген, қуат берілген және ток күшін табуымыз керек. Формуласы қуат тең кернеу көбейтілген ток күшіне. Осы жерден ток күшін табатын болса, қуатты бөлеміз кернеуге. Қуат 2000 ватт бөлеміз кернеуіміз 230 вольт. Тең болады 8,7 амперге тең. Бесінші тапсырманы оқимыз. Суды қыздыру кезіндегі Санкей диаграммасы арқылы электр көрсетілген. Мына жерде желден алынатын электр энергиясы, судың алған жылу мөлшері, қоршаған ортаға берілген жылу мөлшері. Берілген диаграмманы және А тапсырмасының кейбір мәндерін қолдана отырып, суды жылыту кезіндегі электр шайнегінің жұмыс істеу уақытын анықтаңыз. Біз бұл жерден судың алған жылу мөлшерін аламыз. Алдыңғы есеп бойынша электр шайнегінің қыздыру қуатын аламыз. 2000 ваттқа тең болған. Алдыңғы есебімізде енді уақытты табамыз. Формуласын жазайық. Жылу мөлшері тең қуат көбейтілген уақыт. Осы жерден уақытты табатын болса, жылу мөлшерін бөлеміз қуатқа. Жылу мөлшері 1800 джоуль, бөлеміз қуатымыз 2000 ваттқа тең. Ол тең болады 0,9 секунд. Алтыншы тапсырманы оқимыз. Электр шайнегінде сақтандырғыш орнатылған. Төменде рұқсат етілген сақтандырғыштар мәндері көрсетілген. 1 ампер, 3 ампер, 7 ампер, 13 ампер. Қай мән жоғарыда көрсетілген электр шайнегіне сай келеді? Сан мәнін дөңгелектеп беру арқылы көрсетіңіз, жауабыңызды түсіндіріңіз дейді. Біз алдыңғы 4-ші есепте шығардық. Ток күші бізде 8,7 амперге тең болған. Енді біз осы 8,7 амперден үлкен мәнді аламыз бұл жерден. Бұл жерде одан үлкен тек 13 қана, қалғанның бәрі кіші. Сондықтан жазамыз 8,7 ампер кіші 13 амперден. Себебін түсіндіріңіз дейді. Себебі ток шамасы жоғары. Себебі ток шамасы жоғары деп жазасыздар. Дұрыс жауап 13 ампер екен. 7-ші тапсырманы оқимыз. Өткізгіштің кедергісін анықтау үшін оқушы төмендегідей тізбек жинайды, бірақ ол жұмыс істемейтіндігін байқайды. Енді мына жерде қарайтын болсақ, вольтметр ол тізбектей жалғанбайды, ол параллель жалғанады.
Яғни өткізгіштің кез келген бір бөлігінде кернеуді өлшеу керек болса, вольтметр келесі бір өткізгішпен параллель жалғанады, иә? Ал амперметрді қарасақ, параллель жалғап қойған, иә? Амперметр тізбектей жалғану керек. Және үшінші қателік батарейканың дұрыс жалғанбағандығы, иә? Яғни ток көзіне вольтметр параллель, амперметр тізбектей жалғану керек. А нұсқасын жазып қойсаңыздар болады. Оқушының жіберген үш қателігі: амперметр параллель жалғанған, вольтметр тізбектей жалғанған, батарейка дұрыс жалғанбаған. Жетінші тапсырманың Б нұсқасын оқимыз. Оқушы өз қатесін анықтап дұрыстағаннан кейін кестедегідей мәндерді алды. Ток күшінің мәндері, кернеудің мәндері. Өткізгіш үшін кернеу мен токтың тәуелділік графигін сызыңыз. Мына жерде график бойынша белгілеп аласыздар. Токтың мәндері, кернеудің мәндері деп алып, мынандай аралықты жазасыздар. 1-ден бастап, келесі 0,5-тен бастап жазыңыздар, сонда ыңғайлы болады. Осы жерден табасыздар, ток күшінің мәні 0,24 деп белгілеп аласыздар мына жерден. Ал кернеуді 1,5, осылай белгілеп, нүктелеп шығасыздар да, нүктені қосып сызғанда бізде мынадай график шығады екен. С нұсқасын оқимыз. Жоғарыдағы кестедегі мәліметтерді пайдаланып, кедергіні анықтап бағанды толтырыңыз дейді. Мына жерде бағанды толтырамыз. Осы жерден кедергіні анықтаймыз, иә? Яғни R тең кернеу бөлінген ток күші. Кернеуді ток күшіне бөліп шығамыз. Бірінші 0, 6,25 шығады. Келесі мәніміз 6, 6,20, 6,15, келесі 6,30. Міне осындай мәндер шығады екен біз кедергіні. Жетінші тапсырманың Д нұсқасын оқимыз. Кедергінің абсолют қателігін, кедергінің орташа мәнін және салыстырмалы қателігін табыңыз. Алдыңғы алынған мәндер бойынша анықтаймыз. Кедергінің мәндері. Тапсырманы оқимыз. Оқушы кернеудің алынуын зерттеуде. А нұсқасын оқимыз. Ол құралдарды суретте көрсетілгендей жинайды. Яғни серіппеге магнитті бекітеді. Серіппе магнитті бекітеді. Астына кернеудің сан мәнін көрсететін гальванометр жалғанған катушканы орналастырады. Гальванометр, катушка, орамая. Оқушының жасаған тәжірибесінің нәтижесі қандай болатынын сипаттап жазыңыз. Б нұсқасы: егер оқушы А тапсырмасында алған бір тұрақты магнитінің орнына 2 алатын болса, кернеу қалай өзгеретіндігін сипаттап жаз депті. А нұсқасы бойынша серіппе қозғалысқа келмесе, кернеудің мәні 0-ге тең. Егер серіппе қозғалысқа келсе, кернеудің мәні өзгеріп отырады. Минус плюске. Б нұсқасы бойынша магнит өрісі күшейеді, кернеу артады. 9-шы тапсырманың А нұсқасын оқимыз. Суретте тоғы бар өткізгіш маңындағы магнит индукция векторы бейнеленген. Өткізгіш бойынан жүрген ток бағытын салып көрсетіңіз. Мына сурет бойынша көрсетейін, түсінікті болу үшін. Мына жерде жоғары қараған бас бармағымыз токтың бағыты болса, сағат тіліне қарсы бұл магнит индукция векторы. Сондықтан бізде ток күші ол жоғары қарай бағытталады екен, сурет салатын болсақ. Мына жерге салып көрсетеміз. Токтың бағыты жоғары қарай екен, ал магнит индукция векторы сағат тіліне қарсы айналып жатыр екен. Бұ нұсқасын оқимыз. Өткізгіштің оң және сол жақтарындағы магнит индукция векторларының бағыттарын анықтаңыз дейді. Мына жерде оң жақ және сол жақ көрсетілген. Сол жақты қарайтын болсақ, бері қарай бізге қарай. Ал оң жақ болса, бізден әрі қарай бағытталған. Жазып қойсаңыздар болады. Сол жақ бізге қарай, оң жақ бізден әрі қарай бағытталған. 10-шы тапсырманы оқимыз. Суретте соленоидтан ток жүргендегі магнит индукция векторы бейнеленген. Соленоид бойынан жүрген ток бағытын салып көрсетіңіз. Оңтүстік полюс, солтүстік полюс. Бұл жерде токтың бағыты оңтүстік полюстен шығып, солтүстік полюске еніп жатыр. Бағыты. Оқушылар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.